Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін мен сендерді көргеніме қуаныштымын. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы құрама есептер, Астанаға саяхат. Бірақ балалар, бірден сендерге ескерте кетейін, Астана қаласы бұл бұрынғы атауы. Қазіргі біздің Астана қаласының қазіргі атауы қандай екенін білесіңдер ғой, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше қазіргі біздің елордамыз Астана қаласы емес, Нұр-Сұлтан қаласы. Бірақ оқулықта бұрынғы атауы бойынша Астанаға саяхат деп берілген. Ендеше бүгінгі сабағымызда осы өзіміздің Нұр-Сұлтан қаласына саяхатқа шығатын боламыз. Ал қанекей сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренеміз. Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз құрама есептерді қайталаймыз. Өткен сабақтарда сендер құрама есептерді танысып, шығарып үйренгенсіңдер. Ендеше құрама есептің ережесін есімізге түсіріп көрейікші. Қалай еді? Дұрыс айтасыңдар. Екі амалдан немесе одан да көп амалдан тұратын есептерді біз құрама есептер деп айтатынбыз. Ендеше тапсырмаларды орындауға бірге бастайық. Бізде бірінші тапсырма беріліпті. Бұл жерде оқулықта есептерді шығарып, неше есе артық сұрағын пайдаланып, өз бетімізше есеп құрастыру беріліпті. Ендеше әдеттегідей есепті барлығымыз бірге шартын оқиық. Сырым Астананың 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әр қайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Яғни фотосуреттің не екенін білеміз ғой, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше осы Нұр-Сұлтан қаласы туралы 36 фотосурет басып шығарыпты. Демек бізде басып шығарған фотосурет белгілі. Енді осы фотосуреттерді әр қайсысына 4 фотосуреттен 7 бетке орналастырған, яғни орналастырған 4 фотосуреттен 7 бет бұл белгілі. Енді біз есептің сұрағына көңіл аударуымыз керек. Есепте не белгісіз? Бұл жерде бізде сұрағында неше фотосурет қалғанын сұрап тұр. Ендеше қазір көріп отырсыңдар, Нұр-Сұлтан қаласының фотосуреттері өздерінің көз алдыларында тұр. Олай болса, есептің шешімін ойланайық. Қандай есеп шығатынын, қандай амал қолданатынын ойланып көрейік. Бұл жерде қалғанын табу үшін алдымен орналастырған фотосуреттің санын тауып алуымыз керек. Әрине бұл жерде шешуі дейміз. Яғни 4 фотосуреттен 7 бетке орналастырған кезде әр қайсында деп тұрғандықтан 4 санын 7-ге көбейтеміз. Яғни 28 фотосуретті орналастырған. Бұл белгілі болды. Енді қалған фотосуретті табу үшін барлық фотосуреттен орналастырған фотосуретті азайтамыз. Бұны сендер біліп отырсыңдар. Енді біз қалған фотосуретті тауып алу үшін барлық 36 фотосуреттен орналастырған 28 фотосуретті азайтамыз. Сонда 8 фотосурет қалады екен. Ендеше біз әдеттегідей есептің жауабын жазамыз. Жауабын жазған кезде есептің сұрағына жауап беретіндей жазуымыз қажет. Ендеше 8 фотосурет қалды. Мінекей біз балалар есептің шешімін таптық. Жарайсыңдар балалар, бұл есепті біз оңай шешімін тауып шығарып қойдық. Енді біз келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде де бізге есеп Астана деп беріліпті. Әрине, Астанадағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Яғни Нұр-Сұлтан жаңадан орналасқан, жаңадан көтеріліп келе жатқан қала болғаннан кейін, ол қалаға көптеп адамдар барып көшіп орналасты. Солай емес пе? Ендеше есебіміз осы туралы екен. Ендеше бізде шарты белгілі. 4 адамнан 6 отбасы бұл белгілі. Екінші, 3 адамнан 7 отбасы қоныстанған, ал бізде бұл жерде есептің сұрағында барлығын сұрап тұр. Ендеше алдымен біз шешуін тауып аламыз. Шешуін тауып алу үшін 4 адамнан тұратын 6 отбасын тауып аламыз. Яғни жаңа үйге 4 адамнан 6 отбасы 24 адам. Біз бұны таптық көбейту амалы арқылы. Келесі 3 адамнан тұратын 7 отбасындағы адамды тауып аламыз. Яғни бұл жерде қай амалды қолданамыз?
көбейту амалын. Яғни 7-ні 3-ке көбейтсек 21 адам. Яғни енді бізге барлығын табу үшін қай амалды қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше барлығын табу алу үшін біз 24 адамға 21 адамның санын қосамыз. Сонда болады 45 адам. Енді бізге нені жазу қажет болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, жауабын жазамыз. Яғни барлығы 45 адам. Мінекей балалар, бұл есептің де бізге қиын емес екенін өздерің көріп отырсыңдар. Келесі тапсырма өте оңай тапсырма. Бұл тапсырманы да біз бұрыннан орындап келе жатырмыз. Бұл сендерге қиындық туады деп ойламаймын. Ендеше бұл тапсырмамызда бізге баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер дейді. Қазір бұл мысалдардың барлығын шығармасам да, шығарылу жолын есімізге түсіріп, сендерге көрсетіп берейін. Ары қарай тапсырманы өздерің жалғастырасыңдар. Алдымен бұл жерде баған түрінде орындаған кезде жазылу ерекшелігіне ерекше көңіл аударуымыз керек. Баған түрінде қосу азайтқан кезде міндетті түрде бірінші 48 бірінші қосылғышты жазып аламыз. Және осыған екінші қосылғыш 29-ды жазып аламыз. Бұл жазған кезде міндетті түрде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылатынын ұмытпаймыз. Және де қосу амалын қойдық. Бұл баған түрінде қосқан кезде бірлігінен бастап қосамыз. Яғни 8 бірлікке 9 бірлікті қосамыз. Неше болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 17. 7 бірлікті жазып, 1 ондықты есімізге қалдырамыз. 4 ондыққа 2 ондықты қоссақ 6 ондық, ойдағы 1 ондықты қоссақ 7 ондық. Ендеше 48 мен 29-ның қосындысы қандай санға тең болды? 77-ге тең болды. Жарайсыңдар, балалар. Енді азайту амалына байланысты тағы бір мысалды шығарып көрейік. Яғни бұл жерде дөңгелек ондық беріліпті. 8 ондық. 8 ондықтан біз 47 санын азайтуымыз қажет. Бұл жерде де жазу тәртібін ерекше көңіл аударып жазамыз. Енді ойланайық, балалар. 0 санынан 7 санын азайта аламыз ба? Әрине жоқ. 0 санынан 7 санын ала алмаймыз. Сондықтан 8 ондықтың 1 ондығын бірлікке береміз. Яғни бұл жерде 10 деген бар. 10-нан 7-ні алсақ 3 болады. Яғни біз 8 ондықтың 1 ондығын бергендіктен бұл жерде 7 ондық қалды. Біз міндетті түрде ұмытпас үшін үстіне нүкте қойып қоямыз. 7 ондықтан 4 ондықты азайтсақ 3 ондық болады. Мінекей, балалар, біз баған түрінде есептеп азайту мен қосуды есімізге түсірдік. Ары қарайғы мысалдарды сендер өз беттеріңше шығара алатындарыңа сенемін. Келесі біздің тапсырма өздеріңмен бірге ойланып отырып шығаратын тапсырма екен. Әрине бұл жерде сұлба берілген, сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін табамыз. Ал қанекей, сұлбаға көңілімізді аударайық. Бұл жерде 4 пен 8-ді көбейтіп, бос клеткаға жазуымыз қажет. Сонда бізге 90-нан қандай санды азайту белгілі болады. Және де екінші өрнек 45 пен 9-дың бөліндісін табуымыз керек. Сонда 90 және одан шығатын 4 пен 8-дің көбейтіндісін азайтамыз. Және 45 пен 9-дың бөліндісін қосуымыз қажет. Ендеше бірінші қадамымыз 4 пен 8-ді көбейтіп аламыз. Ойланып көрейікші, балалар, 4 пен 8-дің көбейтіндісі қандай санға тең болады? Оны сендер білесіңдер. Әрине 32. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді 45-ке 9-ды бөлейік. 45 пен 9-дың бөліндісі нешеге тең? Әрине 5. Мінекей, балалар, біз бұлардың барлығын жазып қойдық. Енді 90-нан 32-ні азайтуымыз керек. Алдымен 10-нан 2-ні азайтамыз 8. 8 ондықтан 3 ондықты азайтсақ 58. Енді осы 58-ге 5 санын қосатын болсақ, бұл жерде 8-ге 5-ті қоссақ 13, 3-і түсіп 1-і ойда, 5 ондыққа ойдағы 1-ді қоссақ 6 ондық. Ендеше бұл өрнектің мәні 63 санына тең екен. Екінші тапсырмада 21 мен 19-дың айырмасын 8-ге көбейтіп, сосын шыққан мәнін жаз дейді. Ендеше алдымен бірінші қадамды жасап алайық. 21 мен 19 санының айырмасы қандай санға тең болады?
дұрыс айтасыңдар. 2 деген санға тең болады. Енді ойланып қарайық. 2 мен 8-дің көбейтіндісі қандай санға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 16 санына тең болады. Енді біз 16 мен 57 санының қосындысын табуымыз керек. Бұл жерде ауызша есептесек, бірлікке бірлікті қосамыз. 6 бірлікке 7 бірлікті қоссақ, 13 болады. 1 ондыққа 5 ондықты қоссақ 6, ойдағымен 7 ондық. Яғни бұл өрнектің мәні 73-ке тең екен. Келесі тапсырма мүлде оңай, өздеріңде шығарып қойған боларсыңдар. Ойланып көрейік, 8 бен 5-тің көбейтіндісін жазамыз. 8 бен 5-тің көбейтіндісі қандай санға тең болады балалар? Ойланып көрейік, бұл 40 деген сан. Яғни бізде келесі қадам 85 санынан 40 санының айырмасын табуымыз керек. Ендеше ауызша есептеп көрейік. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 5 бірліктен 0 бірлікті азайтсақ 5 болады. 8 ондықтан 4 ондықты азайтсақ 4 болады. Ендеше бұл өрнектің мәні қанша болды балалар? 45. Менімен бірге есептеп отырған болсаңдар, бұл тапсырмада сендерге оңай екенін мінекей көріп отырсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырма үшін сендерге үлкен алғысымды білдіремін. Балалар, бүгінгі тапсырманың барлығында ешбір қиналмай менімен бірге болғандарың үшін рахмет айтамын. Сау болыңдар.